Балалар, бүгін жақсы күн болсын. Иә, сәтті күн болсын. Мектепке барғым келмей тұр. Шаршадым. Білім болашағыңның кілті. Ернар балам, адам болудың негізі сыйластық. Бір-біріңді тыңдаңдар, көмектесіңдер. Біз сіздерді жақсы көреміз, әжетай. Ата, әже, біз сабаққа кеттік. Сау болыңыздар, кешкі аста жолыққанша. Мен бұл сабақты түсінбей жатырмын, қиналып тұрмын, қатты. Ернар інім, мұңайма, мен саған көмектесемін. Бірге шығарамыз, мен саған бұл есептің қалай шығаратынын үйретемін. Рахмет, сен жақсысың. Ештеңе етпейді, бастайық. Көрдің бе, өте оңай, сенің қолыңнан келді, жарайсың інім. Иә, түсіндім. Жақсы, енді жалғастырайық. Болды, дайын. Рахмет сізге, әпке. Бүгін маған көп көмегіңіз тиді. Ой, рахмет, бауырым. Сіз мен үшін ең мейірімді әпкесіз. Сізді жақсы көремін. Мен де сені жақсы көремін, қымбаттым. Тамақтайын, келіңіздер балалар, қолдарыңды жуып келіңдер. Иә, тезірек балаларым. Иісі керемет, апа. Рахмет қызым, бәрі дәмді көрінеді. Тамақ өте дәмді болыпты, рахмет қызым. Ал бүгін не істедіңдер, айта отырыңдар. Иә. Ал сендер балалар, не қызық істедіңдер? Иә, өте көңілді болды. Әке, бүгін сабақта әпкем маған тесініп, дұрыс шығардым. Сондай ма? Иә, ол маған бәрін түсіндірді. Жарайсың. Келесі жолы да солай етіңдер. Мен дайынмын. Бүгін інім екеуміз көңілді уақыт өткіздік. Мен оған көмектестім. Ол маған рахмет айтып, мені қуантты. Бұл нағыз отбасы тәрбиесі. Бақыт осындай сәттерде. Мықты отбасы. Мен өз отбасымды мақтан етемін. Сен біздің ең қымбат қазынамызсың. Рахмет, әке. Мен барлығымды жақсы көремін. Біз әрқашан біргеміз. Иә, отбасы біздің күшіміз.